Sizlerin еңбектеріңіз өте зор, біздің осындай халге жеткенімізге. Деніміз сау болсын. Жаңа айтқандай, енді 40 жылдықта, 50 жылдықта кездесе берейік, Құда қаласа. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Ассалаумағалейкум. Құрбы-құрдастар, Құда қаласа мынау үлкен бір бастау болып жатыр екен. 30 жылдық кездесу деген. Апай, мынау Құда қаласа Алла нәсіп етсе жаңағы танысып жатырмыз деп жатырмыз ғой. Мынау 5 жылдық кездесуден бастап мен білем. Мына қасымдағы жолдасым Жәмила үлкен екеуміз осы 5 жылдық кездесуден осы класстастарда барлығын содан бері жақсы өте не екенін білем. Мына ұстаз деген негізінде өзі әкем де мұғалім болған негізі. Жалпы негізі президент те, мұғалім де, дәрігер де барлық жалпы мектеп несін ұстаздан шығады. Мына ұстаздарға өте рахмет сіздерге осыған келіп, өздеріңіз осы жігіттердің несін қызықшылығын бөлісіп жатқандарыңызға өте қуаныштымын. Мынау жаңа 5 жылдық деп жатырмын ғой, жалпы мына бірге оқыған, бірге жігіттерге өте мен бір алғысымды білдіретінім, бұндай кем деген бұл 30 жылдық мәселесі емес, 5 жылдық, 10 жылдық, 20, 30 бұлар түгел істеп келеді. Мен айтып отырмын ғой 5 жылдықтан бастап. Рас па жігіттер? Сол қуаныштың бәрінде бірге бөлісіп келеміз иншалла. Соның бәрі осы мына жігіттердің келешектеріне рахмет айту керек. Жалпы жігіттерді еркіндікке жіберіп, осындай бірлестікке, қауымдыққа алып келіп отқан осы бәрі жолдастардың арқасында. Жалпы ер азаматты неге көтеретін әйел зат дейді ғой өзі жалпы хадисте де бар нәрсе. Мынау иншалла Құда қаласа үлкен бастау болып жатыр екен. Мына қызықтарыңызға қуаныштымын. Жалпы айтады ғой түлек деп, кеше мына жұмыс өз Алматы еді, содан бері қарап шыққан бағыттан бастап қайда барасың қасында отырған адам. Мен 10 жылдыққа, мен 20 жылдыққа жалпы келеатқан жолаушының бәрі осындай қызықшылыққа келе жатыр. Кеше басталған бүгін Құда қаласа жалғасып жатыр. Мінекей бұндай екі адамның біреуінде бола бермейді негізі. Бұл үлкен бастау нәрсе. Адам өзі бір осындай қызықтарға бас қосқанда өзіне өзі бір жеңілденіп, мынау ойын бөлісіп, жас адам өзіне өзі жаңа сіз айтып отырсыз ғой. Ол қартаю деген ол лезде, сол үшін жасару осы бір көңіл бөлісіп, қуаныштарды көбірек бөліскен. Соның бәрі осы күндер ғой, енді одан артық өзі бір жақсы күндерден бұдан артық білмеймін енді. Алла нәсіп қылса Құда қаласа мына немере шөбере сүйіп жатсыңыздар, сол күндерге жеткізе берсін, шөпшек сүйетін күндерге. Жақсы күндер нәсіп етсін, иншалла. Құрметті жолдастар, класстастар, құрбы-құрдастар, бүгін мына Құда қаласа 30 жылдық мерейтойымыз ғой бізге енді былайша айтқанда. Екі апайымызға зор денсаулық тілеймін. Өсірген балапандарыңыз ғой біз енді, осы түлектер түгел жиналып отқан. Осылардың қызықшылығын көріп жүре беріңіздер, дендеріңіз сау болсын, аспандарыңыз ашық болсын, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің, шөпшектеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіздер. Ана қатар құрбыларыма айтарым, Құда қаласа мына 30 жылдан бері бірге өсіп, бірге жүріп жүрміз ғой енді. Үйлі боранды болып жатыр, барлықтары немерелі болып жатыр, шөберелі болып жатыр дегендей. Құдай сол күндерге жеткізе берсін. Осының барлығы енді біздің өзіміздің қосағымыздың арқасында деп айта аламын. Өйткені осылар бізге келмеймін десе біз келе алмаймыз бұл жерге. Рахметімізді айтамыз бірінші жолдасымызға. Көтеремін, неғып көтермеймін, көтеруге стоит десе. Не алдым нағып? Тұр. Сендерге де рахмет, осының барлығы сендердің келіншектерінен арқасы. Осындай гүлдей жайнап, бұлбұлдай сайрап, осындай кең дастархан басында кездесіп отқанымыз осы жігіттер мен қыздардың арқасында. Аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын, заманымыз тыныш болып, еліміз сау болсын, қызықшылыққа тоймай жүре берейік. Сол үшін ақ қойыңдар барлықтарындай. Бәрекелді.